Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum, hürmetli жамағат, hürmetli көрермен. Бүгінгі біздің айтайын деп жатқан тақырыбымыз, қозғайтын мәселеміз, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, отбасындағы қарым-қатынасы және бала шағасына деген көркем мәмілесі. Енді біздер қазіргі таңда заманымызда неше түрлі іс-әрекеттер бар, жаман пиғылдар бар. Осы бала шағамызды, отбасымызды жақсы істерге жетелеу үшін біздің амалымыз дұрыс болу керек. Өйткені Алла тағаланың қасиетті Құран-ы кәрімі біздерге тура жол, бағыт бағдар және ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, көрсетіп кеткен ізгі амалдары, жасаған игі істері. Міне осының барлығы біздер үшін үлгі өнеге, тәлім тәрбие. Баршаңыз білесіздер, бұл ислам діні, шариғат, салт дәстүр, әдет ғұрып толымды тәрбиенің негізі. Адам баласы өзінің өмірін жақсартқысы келсе, өзінің өмірін бір қалыпқа түсіргісі келсе, онда қасиетті Құран-ы кәрімге үңіліп, пайғамбарымыздың жақсы амалдарын үлгі тұтуымыз біздерге, мұсылмандарға міндет. Енді Алла тағала қасиетті Құран-ы кәрімде адамзат баласы үшін мынандай аятты баян етеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зуйина линнас. Адамзат баласына қызықтырылып, әсемдетіліп көрсеткен бір іс бар. Ол екі жастың бір-бірімен Алланың разылығы үшін бас қосқаны, және сол отбасыдан тараған ұрпақтар ол адамзат баласының жан дүниесіне әсемдетіліп, жақсы көрсетілген амалдардан. Қазақта айтады ғой, бала көзіңнің қуанышы деп. Осы міне бала шағамыз игі болсын десек, жақсы болсын десек, осы бала шағамыз бізге жақсы қызмет етсін десек, осы бала шағаны тал бесіктен бастап тәрбие беріп, оның өміріне, оның жақсы амалдарына өзіміздің игілігімізді, пайдамызды тигізу, ол нағыз ер жігіттің және отбасының міндеті болып есептеледі. Енді жаңа айттық, ардақты пайғамбарымыз толымды тәрбие негізінің басын бастап кеткен, бәрін көрсетіп кеткен ардақты пайғамбарымыз. Бірде пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің Әнәс деген сахабасы болған. Әнәс ибн Мәлик. Әнәс ибн Мәлик пайғамбарымыздың қызметінде толық 10 жыл болған. Пайғамбарымыздың қызметінде толық 10 жыл болған. Сол пайғамбарымыздың көркем қарым-қатынасын, мінез құлқын, әрбір жақсы амалдарын ойына, жүрегіне тиіп, сол бір пайғамбарымыздан үлгі алған сахабалардың бірі. Бірде пайғамбарымыз өзінің қажетін өтеу үшін Әнәс ибн Мәликті өзінің қажетіне жұмсайды. Сонда Әнәс ибн Мәлик, ол кездегі ондағы жас бала, пайғамбарымыздың қажетін өтеу үшін шығады. Енді қазақта айтады ғой, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деп. Сол бір 10 жасында ойынға адам қызығады. Далада балдар жүрсе, солармен ойнап кетуді қызығады. Сол бір Әнәс ибн Мәлик балдармен бірге ойнап кетеді. Сонда ардақты пайғамбарымыз Әнәс ибн Мәликті әрі күтеді, бері күтеді. Келмегеннен кейін ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзі іздеп шығады. Сонда Әнәс ибн Мәликке барып, ардақты пайғамбарымыз, «Я Әнәс». Сонда ардақты пайғамбарымыздың мынандай жақсы бір көркем қарым-қатынасы болған. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Әнәс ибн Мәликті Әнәс деп атамаған екен. Әнәс ибн Мәликті «Я Бүнәйя» деп, балам, балақай деп атаған екен. Сонда ардақты пайғамбарымыз, Бүнәйя, балақай, балам, менің қажетімді өтедің бе деп. Сонда Әнәс ибн Мәлик пайғамбарымызды көрген кезде аң-таң болған бала, Алланың елшісі, мен сіздің қажетіңізді өтедім дейді. Сонда пайғамбарымыздың айтқанын қараңыз. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Әнәс ибн Мәликке, мына нәрсені неге жасадың, менің айтқанымды неге жасамадың деп сөкпейтін болған. Керісінше
өзінің мейірімін төгетін болған, өзінің үлгі өнегесін Әнәс ибн Мәликке көрсете білген. Өйткені Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шәрифінде мынандай хадисті баян етеді. Егер адам баласы адамға мейірімділік жасамаса, Алла оған мейірімділік жасамайды дейді. Сондықтан бала шағамыздың жақсы болғанын қаласақ, біздерге дұға етуін қаласақ, біз сол ата-анаға лайықты ұрпақ болуды қаласақ, немесе ұрпағыңыз сізге лайықты ұрпақ болуын қаласақ, онда біздің жақсы болудан басқа, көркем мінезді болудан басқа, дұрыс үлгі өнегені көрсетуден басқа амалымыз жоқ. Өйткені білесіздер, қазіргі заманда түрлі ойындар бар, ұялы телефондар бар. Бұның барлығында жасалып жатқан әрекеттер баланың ойын бұзатын, баланың ойын өзгертетін амалдар көп. Сондықтан біз бала шағамызға, қазақта айтады ғой, өмірдің басы бала, ортасы адам деп. Сондықтан өмірдің басы баламен басталғаннан кейін, о баланың қызығын көру үшін біздер жақсы үлгі өнеге көрсету керекпіз. Алла тағаланың қасиетті Құран-ы Кәрімде бұйырған аяттарды оқып, соны амалымызға асыру керекпіз. Және ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жасаған барлық амалдарын оқып білу біздерге міндет. Ортасы адам дейді. Енді адам өмірдің баспалдағын тәй-тәй бастағаннан кейін, сол бір өзінің жолындағы кедергілерді, жақсы мен жаманды, ақ пен қараны, дұрыс пен бұрыстың ара-жігін ажырату үшін біздер оқып біліп, оны түсіну керекпіз. Енді кейде ойлап жатамыз, адам оқыса, жаттаса, жазса, ол білім болып есептеледі деп. Енді Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады, оқу да, жазу да бәрі де жақсы амалдардан, бірақ Бисмиллахир-рахманир-рахим юфаққиху фид-дин дейді. Кім дінді дұрыс түсінбесе, онда ол барлық амалдар дұрыс түсінбейді. Ол оқуы мүмкін, ол жазуы мүмкін, бірақ жазған, оқыған нәрсесін дұрыс түсінбесе, оны дұрыс амалға асырмаса, ол амалымыздан да біздің пайда жоқ екен. Сондықтан оқу да, жазу да, және ол оқып жазған нәрсемізді түсіну біздің өмірімізге, жаңағы ақыретімізге де, дүниемізге де жақсы әсерін бергізетіні сөзсіз. Міне осындай ардақты пайғамбарымыздың жасаған ізгі амалдары біздер үшін үлгі өнеге де ойлаймыз. Әрдайым бала шағамызға көркем қарым-қатынаста, жақсы мәміледе болу біздерге, мұсылмандарға міндет. Алла тағала барлық өміріміздің берекесі болып, хайыр жақсылық болып, ұрпағымыздың салихалы болуын Алла нәсіп етсін. Ахири дағуана альхамдулиллахи роббил ғаламин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.